Елеместің анарынан сәлем, баршаңызға қалайсыздар? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге 2-ақ апельсиннен жасалатын үй жағдайында қарапайым рецептпен бөлісетін боламын. Құрамы өте қарапайым, ешқандай қоспасыз, бояусыз жасалады. Алдымен менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал достар, ендеше кірісеміз. Алдымен осындай 2 апельсинімізді жуып тазалап аламыз. Сосын бірнеше бөліктерге пышақпен турап кесіп аламыз. Бұл үй жағдайында жасауға оңай, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар да болады. Тесте жасалады. Әрі дәмі деген өте керемет. Енді тіпті дүкеннен сатып алмасаңыздар да болады. Осындай керек емес жерін пышақпен алып тастаңыздар міндетті түрде. Сосын достар, айтып кетейін, апельсинді сыртын қабығын ашмай қойыңыздар, қажет емес. Дәл осылай сыртымен турай бересіздер. Енді мен блендерге салдым. Менің блендерімнің ыдысы кішкентай болғандықтан мен 2 бөліп салдым. Егер сіздің ыдысыңыз үлкен болса, онда бірден барлығын сала беріңіздер. Ал егер блендеріңізде болмаса, онда ет тартқыштан тартып өткізсеңіздер де болады. Ол тіпті ыңғайлы. Міне мен бірінші бөлігін салып жібердім. Қазір сіздерге қандай болып шығатынын көрсетемін. Міне қараңыздар, осындай масса шығады. Сырты, қабығы, іші барлығы ішінен майдаланып пюре болып шығады. Енді екіншісін салып, ол да дәл сондай болып шығады. Бірінші бөлігін ыдысымызға салып жібердім. Енді үстіне екінші бөлігін саламын. 2 апельсинімізден шыққаны осындай. Енді қараңыздар, осының үстіне алдын ала қайнатылған, суытылған бөлме температурасындағы 2 литр суды құямыз үстіне. Және де жақсылап араластырып, егер де арасында осындай үлкен көзінен өтпей қалған болса, алып тастаңыздар. Және де тура 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Тоңазытқыштан шыққаннан кейін үлкен қазан немесе кастрюльді алып, ішіне 1,5 немесе 2 литр суды құясыздар. Және де сүзгіні болмаса осындай мен сияқты тап-таза марлыны үстіне қойып, барлық манағы массаңызды құясыздар. Осылайша сіздің сұйықтығыңыз өтіп, марлыден қою массасын сүзіп аласыңыздар. Кастрюльге, қыздар, алдын ала мен су құйып қойдым. Мен 2-3 бөліп істедім осылай. Менің арнам ұнаса, тіркеліп кетіп, мені қолдап, колокольчик батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Міне барлығын құйып жібереміз. Және де сыққан кезде таза марлымызды жақсылап қаттырақ сыққаныңыз жақсы. Барлығы сүзіліп, біздің апельсин шырнымыз шығады. Қараңыздар, мен қаттырақ сықтым. Енді жақсылап араластырамыз. 1 стакан қантымызды және жарты лимонның шырынын үстіне құямыз. Егер лимон болмаса, лимон қышқылы да жарайды. Жақсылап араластырып, графинімізге құйып, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Өте керемет дәмі, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тіпті осының дәмін көргеннен кейін бизнес жасауға болады деген ой да келді маған. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менен барлығы 3,5 литр шықты 2 лимоннан. Графині 1,5 литр және банкым 2 литр. Банкымды балдарым ішіп қойды. Балдарым шыдамай ішіп қойды, содан менде жарты болып тұр. Ас болсын, менің арнама тіркеліп, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар.